мынаны кесіп алдым да төмен қарай салып қойдым, вот оның ішінде жатыр. Сабағының түгі мына жақта болу керек. Откуда баблы? Пузырь. Көпіршіктер қайда шығады? Ол деген сутегі ғой. Сутектің деген иондары темновая фазаға кетеді ғой неге. Сначала кислота бар, потом біздер мыналарды шығады, побочный продукт. И вот көпіршіктер неден шығады? Көпіршіктер шығады жерден. И по секрету всему свету мен деген кішкене секрет айтып қояйын. Кішкене бал оқушылар красиво болу үшін, жылдан көпіршіктер шығу үшін. Тұз? Нет, тұз, сода. Ас тұз ғой, просто аса концентрированный үстінен алам да. Сосын кішкене, это как источник углекислого газа ғой. Көміршікті газ. Көміршікті газ керек қой. Фотосинтез жылдам будет. И вот получается, раствор салу керек, не надо сыпать его. Или сыпать это, мен бұрында сыпать ететіндер, а вот деген баратта жапырақтарға тұрып қалады да, и начинает разлагаться, он сам начинает пузырить. Көрінбейді да, лучше его растворить. Так, санаймыз қарқындылығы, так, 40 сантиметрде неше көпіршік? 2 минут ішінде. 20 сантиметрде 2 минут ішінде неше көпіршік? 15 сантиметрдің ішінде неше көпіршік? Так, и вопрос. Мынаның жылулығы әсер ете ма? Әсер етеді, поэтому водный экран қоямыз. Жылуды жібермейді, жарықты жібереді. Жылуды жібермейді, солай көтереді. Если у вас вот такой лампочка, накаливание деген жылу береді, стоит. Все, показатель қалай жинаймыз, 10 градуста. Это вот 20 сантиметрде. Неше көпіршік шықты, балдасында, қарлығаш неше шықты, 30 көпіршік шықты. 40 сантиметрде неше көпіршік шықты, 2 минут, всегда 2 минуты. Ну там 3 минуты, договорят, пусть 5 минут, 10 минут, слишком минут 40 сантиметрде. Меньше, да, 15, 50 сантиметрде, вон. И автоматически хочу сказать, вообще лучше всего таблицаны вертикально жасаған жақсы. Себебі деген жаңағыда өзіміз ғой, мына сөйлеп жатқанда мынада былай айтып қойдық қой. И получается мынау сантиметр, мынау көпіршікті штук.